Баршаға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Сара, бүгін сіздермен осындай кивиден керемет дәмді болып шығатын лимонад дайындайтын боламын. Шөлді басасын өте керемет сусынның бірі болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ал ендеше бірге дайындайық. Видеода көрсетілгендей кивилеріміздің барлығын жақсылап қабығынан ашып алатын боламыз. Достар, қажетті қолданған заттардың барлығын мен описание бөліміне жазып кететін боламын мөлшерін. Сол жақтан толықтай таба аласыздар. Мен бұл жерде 7 киви қолдандым. 7-сін тек қана сәндік үшін қолдандым. 6 сала берсеңіздер болады. Кейінгі кезекте жарты лимонымызды 1 литр сусын шығатын болады бізде. Сондықтан жарты лимон қосатын боламыз. Лимонымыз бен кивилерімізді ұсақтап бөліктерге бөліп аламыз. Егерде сіздерде блендер немесе осындай сок езетін болмайтын болса, дәл осылай бөліктерге бөліп жарты сағатқа морозильникке қойып кейіннен микровкадан, яғни ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар да болады. Бөліктерге бөлінген кивиміз бен лимонымызды және де қантымызды азғантай сарағаш су қолдандым, немесе сіздер спрайт қолдансаңыздар да болады. Азғантай бөлігін құйып жақсылап езіп алатын боламыз. Достар, арнама қолдау білдіріп кетсеңіздер, лайк, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жазып, достарыңызбен бөлісіп, қолдау білдіріп көрсетіп отырыңыздар. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Және де келесі видеоны шығаруыма үлкен мотивация болады. Қолдауларыңызды күтіп қаламын. Міне, барлығын видеода толықтай көрсетіп өттім. Суымыздың барлығын құйып жібермеңіздер, азғантай ғана бөлігін құйып алыңыздар. Қалған бөлігін сосын құя береміз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай осылай толықтай езіліп шығуы тиіс. Міне, бізде толықтай езіліп болды. Ендігі кезекте басқа ыдысымызға құйып алатын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы қалаған ыдыстарыңызға құйып ала берсеңіздер болады. Барлығын құйып болғаннан соң үстіне қалған суымызды құятын боламыз. Яғни мен сарағаш суын қолдандым. Суларымызды қосып, жақсылап араластырып алыңыздар. Кейіннен бұл сусынды мұздатып ішсеңіздер өте дәмді болады. Одан да дәмі арта түсетін болады. Немесе дәл қазіргі уақытта мұз қоспай, қатты мұздатпай, осылай іше берсеңіздер болады. Өте пайдалы, және де арықтап жатқан болсаңыздар, осы сусынды ішсеңіздер салмақ тастауға да көмектесетін болады. Жасап көріңіздер. Ал ендеше кездескенше бізге ас болсын. Сіздерден қолдау күтіп қаламын.